Өзгеріс, өзгеру. Ұмтылыс, ұмыту. Бұл қарап тұрсаң, қарапайым сөздер. Ал астында терең мағына жатыр. Көп адамдар өзгере алмаймын, өмір өзгермейді дейді. Алайда, олар өз талпынып көрді ме? Әр адам өз сырт келбетін, киімін, қылықтарын өзгерте алады. Осы бастапқы нәрселер өзгерген кезде, мінез өзгере бастайды. Мен ананы істей алмаймын, яғни мен ақымақпын. Мен мынаны істей алмаймын, яғни мен дарынсызбын. Жетер. Бұл сөздер тек қана сені бір қорапшаның ішіне қамауда. Осындай сөздер айту арқылы сен өзіңді өз кішкентай бөлмеңе қамаудасың. Өзіңе шек қойып, өз мүмкіндіктеріңді өзің шектеп жатырсың. Егер сен бір істі бүгін істей алмасаң, ертең де істей алмайсың деген сөз емес. Барлығымыз өткенге байланып отырсақ, дами алмаймыз. Өмір олай өзгермейді. Өткенді жібер. Ешқашан өткендегі сәтсіз сәттерді ойлау үлкен жетістікке жеткізбейді. Біздің өміріміз өткенмен өлшенбейді. Олар болашақтағы әрекеттерден құралады. Өмір сенікі. Ол біреудің заты немесе сақталып тұрған хат емес. Қалай өмір сүруді таңдайтын да, оны өзгерте алатын да сен. Өз өміріңді өзгерту тек қана өзіңнің қолыңнан келеді. Адамды өткеннің естеліктері алдыға жылжытпайды. Адамдар өздері алдыға қойған мақсаттарына жылжиды. Бәрі өзгереді. Сен өзгересің, өзгелер де өзгереді. Алайда, ең бірінші, өзіңнен бастау керексің. Қаладың жаса, айттың істе. Сөйледің бе, дәлелде. Осы видео арқылы саған 1% көмектесін деген ойдамын. Егер саған ұнаса, онда осы видеоға лайк бас және де арнаға тіркел. Айтпақшы, бұйыртса 18 мамыр күні мен Instagram желісіне өзімнің ең алғашқы өлеңімді жарыққа шығарамын. Сол себепті мен Instagram'a тіркеліп кет. Сау бол.